Енді Алла Тағалам бір кісілерді Рамазан айына аман есен жеткізетін болса, сол айдың қадір қасиетін біліп, дұрыс жақсы өткізуге барын салуымыз керек екен. Алдын ала дайындалу деген бір қап тары, 1, 2, 3, 4, 5, 6 килограмм май, сары май деген сияқты бір деп солай ойланып қалады екен. Бұл жердегі алдын ала дайындалу ол емес. Сол Рамазанға аман есен жетсем, бір жақсылап дұрыстап өткізейінші деп бірнеше ай бұрын дайындалатын кісілеріміз бар. Бұлар енді шында да Құдайдың берейін деп тұрған сауабына асығып тұрғандар, Құдайдың беріп тұрған үлкен жақсылығынан махрұм қалғысы келмегендер. Құран айы болғаннан кейін сол айға Құрандарын дұрыстап қалуға, көбірек әрекет жасауға ойланып, осы бастан дайындалып жататын кісілер болады. Алла разы болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи өзі дайындалған. Ережеп келгенде Раббым мына ережепті, Шағбанды бізге мұбарак қыл, Рамазан айына аман есен жетуді нәсіп ет деген дұғаларын айтқандығы бар. Ол халық білет, имамдарымыз айтып жүр, Құдайға шүкір. Құран айы деп аталатын себебінің біріншісі сол Құран осы Рамазан айында түскен. Сондықтан Рамазан айының бір қасиетті, қадірлі болуының да бір үлкен себебі де осы. Рамазан айында оқылған Құранның әрбір әрпіне басқа айға қарағанда 700-дей немесе 700-ден аса сауап берілетіндіктен адамдар осы айда көп Құран оқып қалуға әрекет жасайды. Ал енді кейбір кісілер осы Рамазан айы келген кезде Құран айы екенін сезініп, Құран оқысы келеді, бірақ үйренбеген, оқымаған, білмеген, сөйтеді да осы айда жаңағы Құран оқып үйрену үшін әрекетін жасап жатады. Ал негізгі шынайы мұсылмандар Рамазанның қадір қасиетін білген, ол айда Құранның мүлдем басқаға қарағанда мүлдем басқаша сауабы болатындықтан, ерекшелігін білгендіктен Рамазан айына дейін үйреніп оқып біліп алған жақсы негізінде. Күндіз оқыса да, түнде оқыса да, тек Рамазан айында ғана емес, басқа айда оқыса да қияметте шапағатшы болады деген хадис бар. Бұл Құран рахмет және шифа деп келеді. Көп адамдар ауырғанда бір дем салдырайын деп едік дейді, басқа дейді. Міне сол адамдар осы Құранды үйреніп біліп оқып жүретін болса, ол өз-өзіне дем салынған болып есептелетін еді. Ал Рамазан айында бір ай бойы Алла Тағаламның өзі және Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Құран оқуға, көбірек оқуға шақыратыны, сол бір айда шайтандар кісенделіп тұрған кезде көбірек оқып қалып, таңертең, түнде, күндіз, кешке Құранға көбірек көңіл бөліп қалған адам, келесі Рамазанға дейін ол басқа айда да, басқа уақыттарда да Құранды дұрыс көбірек оқуға әрекеттеніп қалады. Рамазан айының өзінің ерекшелігі бірінші орында ниет дұрыс болу керек. Жаңағы Раббым сенің разылығың үшін ораза ұстауды нәсіп ет. Сенің разылығың үшін қабыл болатын ораза ұстауды нәсіп ет деген ниетіміз дұрыс болу керек. Және оразаға дейін Раббым маған күш-қуат бер, зейінімді аш, осы Құранды дұрыс оқып үйреніп қалуымды нәсіп ет. Осы Рамазанда Құранға деген көбірек көңіл бөлуімізге нәсіп ет. Сондай жақсылықтар бер, уақытымызды сонымен осы жақсы дүниелермен өткізуді нәсіп ет деген сияқты ең бірінші расында да ниетіміз дұрыс табуымыз керекпіз. Сахабалар айтады, біз амал жасаудан шаршаған жоқпыз дейді. Олардың айтып тұрған амалдары тахажжуды болсын, күндізгі нәпіл оразалар болсын, Құраны болсын, жетім жесірге қарасу болсын, ағайынға, басқаға, ана пәленшеден озу үшін немесе түгеншеге жету үшін емес, Құдайдың разылығы үшін деген ниет маңызды. Сол кішкентай жаңағы дұрыс ниетін жасап алғаннан кейін бір кішкентай сәл әрекет жасайтын болса, Алла Тағалам оған міндетті түрде жеткізеді. Қазіргі уақытта адам баласының көбісі қарны ашқаннан тамақ ішіп жатқан жоқ. Тамақ ішетін уақыт болды деп, қарны ашпаса да тамақ ішуге бойымыз үйреніп қалған біздің. Бірінші күн ораза ұстағанда міндетті түрде бас ауырады. Міндетті түрде ауырады. Өйткені күндіз таңертеңнен кешке дейін тамақтанып, сусынданып жүрген адамға жаңағы бірден бәрін тиіп тастау әрине қиын болады. Сосын жаңағы шайтан азғырып немесе өзінің нәпсісі семіріп алғандықтан ол маған ораза жақпайды екен деген сияқты, немесе
келесі жолы ұстаймын ғой деген сияқты көп жақсылықтан махрұм қалады. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мына Ережеп айларында немесе Шағбан айларында дүйсенбі, бейсенбі күні ораза ұстау арқылы дайындыққа шақырады. Бұл нәпіл оразаның бір жақсы жері, адам шынымен қиналып жатса тоқтата салуға болады. Кейін Құдай амандық берсе қайтып соны ұстап беруге болады сол күнгі оразаларды. Сөйтіп жаңағыдай түске дейін бір ұстап, түс қайтаға дейін бір ұстап, кешке дейін бір ұстап, адам оразаға дейін өзін дайындаған жақсы. Себебі ағза қатты тамақ ішуге, сусындауға әбден үйреніп қалған ағзаның бірден алып кетуі қиын. Әсіресе мына иманы әлсіз адамдарға. Ал иманы күшті адамдарға енді ол ертең ораза десең бірден тұрады, оразасын ұстап кете береді. Ол ойланбайды да, шөлдесе де, қиналса да, Алла тағала жеткізіп қояды дейді да, сол нық сеніммен кешке дейін жүре береді. Адамның миында әртүрлі сигналдар беріп тұратын жүйе бар. Соның ішінде жиі-жиі қарныңыз ашты, қарның ашты, шөлдеп тұрсын деген сияқты сигналдар келе береді. Ол сигналдар кейде жалған болып та келеді екен. Жалған болып та. Мысал айтайын, ораза ұстаған адам сағат 11-12-лер қарай қарның ашты деген сигнал келеді, хабар келеді мидан. Сол кезде анау адам ниет жасап қойған, мен бүгін таңнан кешке дейін ештеңе ішіп жемеймін, ораза ұстаймын деп. Сол кезде осы ниеті әлгі сигналдарды кері қайтарады екен да, бұна кісі қарны ашқанын ұмытады, шөлдегенін ұмытады. Жәндегі жалған ақпаратты осы ниетімен қайтарып отырады. Сөйтіп ағзаның бір демалып қалуына, тазарып қалуына, адамның сол күні бойы жеңіл жүруіне осы ниеті себеп болады. Расында да Алла тағала бізді жаратқаннан кейін біледі, бізге не пайдалы, бізге не зиян. Біз өзімізге өзіміз зұлымдық жасап қоятын адамдармыз. Артық тамақ жеп зұлымдық жасаймыз. Өзін жеңіл сезінетін жолдарды айтып еді, оны орындамаймыз да, тойып тамақ ішіп алғаннан кейін адам ұйықтағысы келеді, жатқысы келеді, барғысы келмейді, шаршап қалады. Сосын көп жақсы дүниеден қалып кетеді. Осы мына ұзақ уақыт ораза ұстап жүргендер қиыншылыққа шыдайтындай, төзімділікке шыдап жүретіндей бір жақсы қасиеттерге ие болады екен. Бар болса да жемей ішпей өз-өзін ұстап жүрген адам, ол жоқ кезде де өзін ұстай алатын адам болып есептеледі. Алла тағалам мұсылмандардың сол сабырлы болуына, төзімді болуына шақырады осы оразамен. Және қияметтегі тозақ отынан қалқан болу үшін де шақырады екен. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар, кімде-кім ораза ұстаса дейді, оның оразасы қабыл болса дейді. Енді осы жерде кепілдік бар. Біз енді ұстап жатқан оразамыздың қабыл болып жатқанын, болмай жатқанын біз білмейміз. Бірақ егер ол қабыл болған болса, анық қабыл болған болса, ол біліп қойсын, қазіргі біздің тілмен айтқанда 100% кепілдік, ол адам тозақ отынан құтылайын деп тұр ғой, Құдай бұйыртса. Христиандардың өзі көшедегі тамақ жеп жүрген, су ішіп жүрген балдарын ұрсады екен. Мұсылмандар ораза ұстап жатыр. Сендер неге көшеде күндіз су ішіп, тамақ жеп, нан жеп, мұсылмандардың оразасына кедергі келтіріп жүрсіңдер? Көрсетті деп ұрсатын бір әйгілі әңгіме бар ғалымдардан. Сол сияқты бұл арақ ішетін, темекі шегетіндердің өзі ораза ұстамаса да, арағын қойып, темегін қойса да, оған үлкен рахмет айтамыз. Бұл жүрегінде бір иманы бар адамның тірлігі. Енді әлсіз, бірақ жақсы дүние. Енді одан да жақсысы оразасын ұстап, арығай соны мүлдем қойып кетуге негізінде Құдай тағалам бір не көрсетіп тұрған еді негізінде. Бір ай қойып қойған нәрсені арығай жалғастырып қойып кетуге болады негізінде. Мысалға өзі баласына ақша шығарып, баласына киім әпереді. Баласы көшеге шыға салып, әперген күні соны жыртып кесе, сол киімін жыртып жарамайтын қылып кесе, ата-анасы ұрсады. Біз осыған қандай еңбек етіп, сол ақшаны ішіп жемей саған киім әпердік қой. Неге жыртасың, неге талқандайсың деп ұрсады. Ал бұл жерде ол киімді қайта ала салуға болады. Адам киімсіз де өмір сүре береді. Үстіне бір матаны іліп алып та өмір сүре беруге болады. Бірақ адамға Құдай тағала өкпені жаратты. Өкпе дегеніміз өте қымбат дүние, ол сатып ала беретін бір дүкенде тұрғанда нәрсе емес ол. Оны талқандап алғаннан кейін қалай енді Құдай тағалам қалай риза болады енді оған? Құдай амандықпен жеткізсін сол оразаға деп жалынып жүрміз. Рамазан айына аман есен жеткізе көр деп. Ал арақ ішетіндердің ондай қорқынышы жоқ та олардың. Әлі талай жылдар бар ғой, келесі жыл ораза ұстай салармыз, арғы жыл ұстай саламыз деген сияқты ойлар шайтан әкелуі мүмкін әбден. Соттан Алладан қорқайық, мүмкіндігінше ертерек тазаланып, сол 40 күн аман жүріп, тазалықта жүріп,
кейін ораза аман есен кіріп келген кезде сол оразаны қабыл болатындай, көп дұғалар жасап қалатындай жақсылықпен өткізуді Алла бәрімізге нәсіп етсін. Міне сол оразада Раббым мына арақ ішіп жүріп әйел бала шағама жексұрын болдым, арақ ішіп жүріп басқа жақсы адамдарға жексұрын болдық, аузымызда неше түрлі жаман сөздер шықты, неше түрлі адамдарға зиян жасап қалдық. Раббым осы оразаның құрметіне біздің дұғаларымыз қабыл етіп, осы жаман нәрседен өзімнің де бүкіл ұрпақтарымда аман болуын нәсіп етші деп сұрап, енді оразадан кейін арғай мүлдем татып алмайтындай жақсы амалмен сол күй шығып кететін болса, міне Алла Тағаланың сондай бір рахымына бөленген, Құдайдың ризалығына бөленген, өсіп өнген бір керемет жандардың қатарынан табылатыны сөзсіз болады иншалла. Арақ ішіп, әлі де бір бала құсап, жас бала құсап, әлі де арақ ішіп жүретін кісілерге айтарым, бірақ өзін мұсылман санайтын кісілерге айтарым. Кейбір кісілер бүйтеді, құдалық өткізеді. Рамазан айына дейін өткізіп алайық, өйткені оразада арақ ішуге болмайды ғой деп, басқа уақытта ішуге болатын сияқты, оразаға дейін құдалық күтеді. Оразаға дейін ішіп алады да, ертеңіне ораза басталып кетеді, арай ораза ұстай беремін ғой дейді. Енді осы кезде сәл ойланса болады. Мысалы, көліктер соғысып жатса, сол күні кеше алдың күні арақ ішпесе де, бір апта бұрын арақ ішкен адам барып тексеруге баратын болса, арақтың несі шығып тұрады қаннан. Өйткені 40 күнге дейін жүреді ол нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 күн дұғасы қабылмайды деді. Ал бір ай ораза 30 күн немесе 29 күн болады. Арақтың шығуы 40 күн. Екі нәрсе айта кетейін. Біріншісі, арақ ішкен адам 40 күннің ішінде өліп қалатын болса, өте қиын мәселе болады. Ал екіншісі, Рамазан айы бір ай. Ол арақ ішіп алады да Рамазанға кіреді таза болып өзінше. Бір ай ораза ұстап елмен бірге. Бірақ оның оразасы қабыл емес деп айтамаймыз. Мен бұл жерде оразасын айтайын деп тұрған жоқпын. Бұл жерде ол Рамазан айындағы бір ай не деген дұғалар жасап қалатын. Қайтқандарына, тірлеріне, өмірлеріне не деген керемет дұға жасап қалатын уақыт бір ай. Сол дұғалардан айырылайын деп тұр ғой. Арақ ішіп алып барып оразаға кірген адам 40 күн дұғасы қабылмайды. Ал ораза бір ай. Мысалға Рамазан айдағы жасаған дұғамен келесі Рамазанға дейін керек нәрсенің бәрін сұрап алуға болатын айда. Сол бір жылда керек нәрсенің бәрін сұрап алатын дүниені арақ ішіп алып талқанын шығарып отыратын кісілерге айтарым, Алладан қорқайық, тоқтатайық ол нәрсені. Аман есен жетіп тұрып ораза ұстамайтын болса, онда өте үлкен жақсылықтан махрұм қалған болып есептеледі. Шынында да өзі ораза балағатқа толған, ақыл есі дұрыс, Рамазан айы кірсе, өзі мұсылман болатын болса, оған ораза ұстау парыз негізінде. Ал енді ақыл есі дұрыс, балағатқа толған, тыныштықта, амандықта өмір сүріп жатыр, сол ораза ұстамайтын болса, онда үлкен жақсылықтан махрұм қалды. Жақсы адамдардың қатарынан шығайын деп тұр енді былайша айтқанда. Бірақ біз мұсылмандар ораза ұстамай қойды екен деп, оны адам қатарынан шығарып тастай алмаймыз, қатты жек көре алмаймыз, бірақ ұнатпағандығымызды, оның дұрыс емес жасап жүргендігін білдіргеніміз жақсы болады. Бір күні болса, бір күні олар тәубаға келіп қалуы мүмкін. Біз енді қатты айта алмаймыз, бірақ енді кейбір кісілер қатты айтып жүретіндер болады. Мысалға бір журналист кісі бір үйге ауызашарға барған екен, сөйтсе бір топ игі жақсылар деп өздерін санайтын кісілерді шақырып ауызашар басында отырғанда, ал ауызашар уақыт болды деп, ал бисмилля деп, қабыл ет ұстаған оразамыз деп қарасам, бірақ өзім ауыз ашқан екен дейді. Аналардың бәрі ауыз ашық екен дейді. Ана үлкен кісілер дейді. Сосын аузымды ашып отырдым да айттым дейді, ертең түсте біздің үйге ауызашарға келіңдер деп айттым дейді, отырғандардың барлығына, түгел келіңіздер деп. Сөйтсе айтты, ақымақ, ауызашар уақыт кешке емес па, түсте шақырған десе, сендерге қандай айырмашылық бар деп айттым дейді жаңа. Түсте ауызашар берді, сендерге кешке берді деген сияқты енді әзілдеп, сөйтіп әзілдеп отырып қатты айтатын кісілер болады. Ораза ұстамапсың ғой, неге біз ұқсап ораза ұстамадың? Мұсылман емессің бе не сен деп айтып жүретін кісілер болады. Үйтіп қатты айтудың керегі жоқ. Біріншіден, ол адам біз ұқсап ораза ұстамайсың ба дейтін болса, бұның оразасының өзінің қабыл болған белгісіз. Әрі ол адам күндердің бір күнінде Алла қалаған уақытта сондай ораза ұстап, сондай Құран жаттап, бұл адамнан әлдеқайда асып кетуі де мүмкін. Жаңағыдай. Үйтіп жек көрсетпеуіміз керекпіз. Ұсталмаған ораза оның мойнында қарыз болып тұра беретіндігін, ертең бәрібір қарыз болып шығатын алдынан, одан да елмен бірге ораза ұстау керек екендігін ақырындап жаймен айтқанымыз дұрыс негізінде. Бірақ ескертуіміз керек.
ескертпей ұстамапты ғой деп кете бере алмаймыз. Енді ескертуіміз керекпіз, айтуымыз керекпіз. Өзіңіз айта алмасаңыз, бір жауыз шарға ма басқаға келгенде сондай кісілер шақырып, сол жердегі келген имамдар арқылы айтқыздырыңыз. Өзіңіз айтсаңыз ренжіп қалатындай болатын болса, енді барынша ренжітпей айтудың әрекетін жасауымыз керек. Біз өзімізде енді сауатымыз аз болғаннан кейін ренжітпей айтамыз деп ойлаймыз да, бәрібір біреулер ренжітіп алатын кездеріміз де болады енді. Пенде болғаннан кейін. Бірақ ниетіміз біреу-ақ, ел білсе екен, оразасын ұстаса екен, намазын оқыса екен, Құранды үйренсе екен деген сияқты.